Баршаңызға сәлем, YouTube арнаға қош келдіңіздер. Тары, талқан қосылып жасалатын чизкейкті жасап көрмесеңіздер, осы менің рецептім бойынша видеоны соңына дейін қарап жасауларыңызға болады. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, биік, өзінің формасын ұстаған, ортасы толықтай піскен чизкейк, тары, талқан қосып жасағаннан кейін дәмі өте ерекше болады. Бір жасағаннан жеп қоясыз, ешқандай да қалмайды. Жасау үшін бізге ең алдымен тарыңызды 5-6 рет ыстық сумен жуып аласыз. Әбден тазарғаннан кейін осындай темір ыдысқа салып, үстіне қант, сүтті құйып, газге 2-3 минутқа қайнатып аласыздар. 2-3 минуттан артық ұстауға болмайды. Содан соң бөлек ыдысқа осылай құйып, бетін жауып алып қоямыз. Өзінің ыстықтығымен, сүтпен біздің тарымыз әдемі болып жібіп тұрады. Таза ыдысқа талқанды саламыз. Үстінен үгітілген печенье, бұны міндетті түрде қосыңыздар. Дәміне ерекшелік және песочный болып шығады. Сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі араласқаннан соң сары майды ерітіп аламыз. Ерітілген сары майды үстіне құйып, мед, сгущенка саламыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Яғни бұл бізде женттің жасалу жолы. Толықтай бір-біріне сіңгенше жақсылап араластырамыз. Бір-біріне формасын ұстап жабысатындай болған кезде біздің тестіміз дайын. Содан соң оны керекті формаңызға қарай орналастыра бересіздер. Менде форма 23 диаметрлік кольцоға жасадым. 23 диаметрлік формаға осы тестілеріңізді жақсылап орналастырып шығасыздар. Кольцоға мен 2 қайтара фольганы қойып, осылай қабаттап шықтым, жыртылып кетпес үшін, және ыңғайлы болу үшін осылай табасын астына қоясыздар. Содан соң жарты бөлігін алып, чизкейктің астыңғы бөлігін дайындап аласыз бірінші. Ол үшін бір тегіс етіп, кружка немесе стакан, түбі қаттылау ыдыспен бастырып шықсаңыздар, өзі қатып қалады. Өйткені құрамында сгущенка, мед болғаннан кейін жақсы сіңіп, бір-бірінің формасын жақсы ұстайтын болады. Осылай біркелкі болып шыққаннан кейін жарты бөлігін салып, осы чизкейктің жан-жағын, яғни бортиктары деп айтамыз, осы бортиктардың формасын шығаратын боламыз. Бұған қажетті заттардың барлығының мөлшерін мен осы видеоның астында қалдырып кететін боламын. Сонымен қатар испанский чизкейк, дубайский чизкейк, дубайский шоколад, мадлен сияқты түрлі қазіргі кезде хит болып жатқан түрлі тағамдардың барлығының рецептісі осы менің YouTube каналымда бар. Көрсеңіздер болады. Бұлардың барлығын мен өзім мастер-класстан алып, бірінші өзім проба жасап, жақсы шыққан рецепттерді ғана осы YouTube каналымда бөлісіп отырамын. Сондықтан көрсетілген мөлшер бойынша кез келген тағамның түрін жасасаңыздар болады. Енді жан-жағының жақсылап бортиктарын шығарамыз. Содан соң бұны алып қоя тұрамыз. Бөлме температурасында немесе холодильникте қоя беруге болады. Енді бұның ортасына салатын біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін бізге творожный сыр қажет болады. Миксердің қажеті жоқ, осындай венчиктің көмегімен ғана араластырып шықсаңыздар болғаны. Творожный сырдың үстіне біз қантты саламыз. Қантты салып, 2 жұмыртқаны саламыз. Содан соң араластырып аласыздар біркелкі етіп. Араласқаннан кейін оның үстінен жаңағы тарыңызды, ол кезде жібіп әдемі болып тұрады, тарыны саласыздар. Кукурузный крахмал барлығын жақсылап араластырып, соңынан барып сливки құятын боламыз. Және де қаймақ, яғни сметан деп айтамыз. Қаймақты да салуды ұмытпаңыздар. Сметан салсаңыздар, ортасындағы тестіңізға қаттылық, өз-өзінің формасын ұстайтындай және жұмсақтық береді. Тек қана творожныйды қосып қана жасайды көбісі. Бірақ сметанды міндетті түрде қосу керек. Сол кезде ерекше және плотность дейді, сондай формасын ұстап тұрады. Бұл менде кәдімгі 20% қаймақ. Барлық начинкасына керекті заттарды осылай араластырып отырасыздар әрбір салған сайын. Кукурузный крахмал. Содан ең соңынан барып сливкиді құйып, бір араластырып жібересіздер. Сонымен біздің ортасына салатын начинкамыз дайын болады.
Жаңағы дайындап қойған 20 диаметрлік формаға осы начинканы бірінші құйып аласыздар. Содан соң жарты бөлігін құясыздар. Біртіндеп құйсаңыздар, ортасында ауа қалмай бір қалыпты формада пісетін болады. Мінекей бұл бізде жаңағы сливки. Және де бір қоспасы біздегі бұл лимон, 1,5 қасық лимонның соғын сығып салып жібересіздер. Бұның барлығын жаңа видеоның астында өзінің описаниесінде қалдыратын боламын. Бірінші осылай құйып аласыздар да, соңынан барып ең соңғы бөлігін құйып, лопатканың көмегімен бетін тегістеп жіберіңіздер. Сол кезде бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай болмайды. Және де 1-2 столдың үстінде сілкіп жіберу керек. Ортасындағы барлық ауасы сыртқа шығуы керек. Одан кейін қайнап тұрған, кәдімгі ыстық сақырлап қайнап тұрған суды осы табамыздың ішіне құямыз. Яғни бұл пештің ыстықтығымен және судың ауа буымен пісуі керек. Сол кезде чизкейктеріңіз толықтай піседі және асты күймей біркелкі пісетін болады. Пісіріп алғаннан кейін мінекей формадан шешіп, осылай мен холодильникте 1 күн ұстадым. Бетін жауып қойдым. Мінекей өзінің формасын ұстаған өте әдемі чизкейктер шықты. Бұның пісіруі 1 сағат 45 минуттай ұстайсыздар. Одан кейін тағы да 20 минуттай ұстайсыздар. Градусы барлығы енді өзіңіздің пешіңізге қарай. Толық піскен кезде бет осылай сарғайып, бет жаймен ғана ұстап көрген кезде былқылдамай өзінің формасын ұстап тұруы керек. 1 күнге саласыздар холодильникке, морозилькке салудың қажеті жоқ. 1 күн холодильникте тұрса, осылай формасын ұстаған жұмсақ біздің чизкейктеріміз дайын болады. Бетіне қалауыңызша ақ шоколад құйып, клубника немесе басқа да жидектермен әсемдесеңіз болады, немесе дәл осылай жесеңіздер де өте тәтті. Кесіп атқандағы форма өте жұмсақ, толықтай пісіп шықты. Рецепт жасалу жолы барлығы көріп тұрғандарыңыздай оңай, тек араластырып бір пешке жақсылап пісіріп алсаңыздар болғаны. Жасап көріңіздер. Жасауға барлықтарыңызға кеңес берем. Дәмі өте ерекше болып шығады. Көргендеріңізге рахмет. Алда тағы да рецепттер күтіңіздер.